Ассалаумалейкум қазақ. Иә, мынау қазіргі заманда мынау інілеріміз бар, туысқандар бар, көбісі сұрақ қойып жатыр. Мәке осы саясаттың жолында жүргесін, бізге осы сұраққа жауап берсеңіз, бұл мынау шығып жатқан, қазір жанжал болып жатқан, қазақтың ауызбіршілігі кетіп жатқаны ненің кесірі, сосын мынау тәңірші деген дін ба, саясат па деп соған сұраққа жауап беруге қазір тырысайын дәлелімен. Бұл тәңірші деген, бұл ешқандай дін емес. Ол енді кітап оқыған, білімі бар адам, оны айтпаса да біледі. Бұл тәңірші деген, бұл саясат. Қазір мен сіздерге біраз нәрсені көрсетейін, сосын түсіне жатарсыз, ары қарай айтамын. Көргендей, Международный фонд исследований Тенгрии, қазақша тәңірші деген нелер ұғым, является некоммерческой организацией, имеющей членство и создан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом. Россиядан келіп жатыр, о некоммерческих организациях. Идею создания ИМФИД выдвинул доктор философских наук, член-корреспондент, АСНК, профессор кафедры философии КАЗ НПУ имени Абая, ведущий казахский специалист по тенгрианству Нурмамед Лажавич Аюпов на заключительном пленарном заседании Второй международной научной конференции «Тенгрианство. Эпическое наследие. Кочевники Евразии. Истоки современности». Енді қызың астын қараңыздар, 20 ақпан 2009 жыл. Қайғала Улан Батыр, Монголия жақтан келіп атқан бұл тәңіршінің астанасы осы Монголия. Әрі қарай местонахождение фонда Российской Федерации Республики Саха-Якутия. Якутия, көрдіңіздер, Саха, город Якутск. Основным задачей фонда является всесторонняя поддержка исследований и сохранение традиционного тенгрианского мировоззрения духовной ценности, совпадающей с наиболее фундаментальной ценностью. Всесторонняя поддержка исследований дейді, традиционных жаңағы біздің дәстүрлерді сондай бір қолдау деген сияқты келтіреді, бұлар адамды арбалап. Содействие преодолению результат глобализации, создание более надежных систем коллективной безопасности, обеспечение наиболее гармоническое, комфортное существование, развитие, взаимодействия как относительно больших, так и малых этносов. Бұл деген сөз баяғы Еговты білесіздер, Егов кезінде осылай, дәл осындай ұғым жүргізген адамдарға. Ендігі қазіргі жүріп атқан осы тәңіршіден кейін қазіргі осы жағдайда, осы жақында шықты, жасампаз қоғам деген шықты. Дәл осындай олардың да сөздері, әңгімесі. Ендігі олардың түп мақсаты, қазіргілердің бірінші мақсаты, қазір көреміз, бірінші мақсаты, міне қараңыздар.